Жігіттердің арасындағы ең қиын нәрсе ол сатқындық. Нұрлыбек көтем, Нұрлыбек. Атпаш Нұрлыбек көтем, мен түсінші. Екеуміз осы еді ғой, Нұрлыбек. Екеуміз басымызды қалып, Нұрлыбек түсінші, естілема. Сен мен әйелімді құтқарып қалған болатын, естілема. Нұрлыбек, Атпаш Нұрлыбек көтем. Бірақ бәрібір сен кешіре алмаймын. Дәл осындай сәтте көз алдыңа өміріңдегі ең қызық кездер келеді екен. Содан өзіңді жас кезінде достарым, біреулер спортқа, біреу білімге берілген болса, ал мен үшін музыка әрқашанда бірінші кезекте тұрған болады. Алло, досым, қалайсың? Ассалаумағалейкум, Басеке. Қаяқта Басеке, досым? Сен қарсың бар еді ғой, маған ақша керек болып жатыр. Басеке, ассалаумағалейкум. Не сандырақтан тұрсың? Саясат маған ақша керек деймін. Ақша түсті дейсіз ба, Басеке? Ақша түсті дейсіз ба? Көмек керек болып жатыр ма? Иә. Әйеліңнен таяқ жеп жатсың ба? Жайлап. Жарайды онда, дауыс торғай түске қоя қой. Ақшаларың түсті, алып кетпесіңдер ба? Қанша түсті, Басеке? 180 мың. Осы кезде есінде біз сен құтқарып қалған боласың. Бірақ та деген, ол мен ғой сені құтқарған. Сонда мен саған көмектескен жоқпын деп тұр ма не? Мүлдем көмектескен жоқсың. Мүлдем көмектескен жоқ ма не? Үшеу оқ қазір. Білмеймін, үшеу ма? Мен тағы да үшеу, міне көмектескен. Я жарайды. Ғажайып болашақ. Біз үшін болашақ ғажайып болу үшін болашақта әрқашанда қасымызда достарымыз немесе жақын адамдарымыз болғаны. Бәрібір де бірақ та кешірмеймін.